Математика 3-ші сынып 54-ші сабақ. Бірінші, екінші тапсырма ауызша болғандықтан 3-ші тапсырмадан бастап орындаймыз. Дәптеріңе симметриялы фигураларды аяқтап сал. Бірінші тұрған шаршы, екінші үшбұрыш, үшінші шеңбер. Төртінші тапсырмада есептерді шығар. Ою-өрнек жасау үшін 9 метрлік 5 бума тоқымабау және тағы 20 метр тоқымабау сатып алынды. Барлығы қанша метр тоқымабау сатып алынды? Шартын құрамыз. Бұл жерде тоқымабау 9 метрден 5 бума сатып алынды 20 метр. Сонда барлығы қанша метр тоқымабау сатып алынғаны белгісіз. Шешуі: 9-ды 5-ке көбейтеміз, 45 метр болады. 45 метрге 20-ны қосамыз, 65 метр болады. Жауабы: барлығы 65 метр тоқымабау сатып алынды. Әсінде бір бумада 186 ою-өрнек. Екінші бумада белгісіз, бірақ 25-і артық. Барлығы белгісіз метр. Шешуі: 186-ны 75-ке қосамыз, 261 метр. Екінші бумада сонда 186 мен 261-ді қосамыз, 447. Сонда барлығы екі бумада барлығы 447 ою-өрнек бар. Бысында бір шеберханада 12 тігінші бар. Бұл екінші шеберханадан 9-ға кем. Және де екі шеберханада барлығы қанша тігінші бар? Шешуі: 12-ке 9-ды қосамыз, 21 тігінші. Екінші 12-ке 21-ді қосамыз, 33 тігінші. Жауабы: екі шеберханада барлығы 33 тігінші бар. 5-ші тапсырмада теңдеулерді шеш. Бұл жерде барлығы күрделі теңдеулер берілген. Күрделі теңдеу шешу үшін алдымен қарапайым теңдеуге айналдырып аласыздар. Менің каналымда күрделі теңдеуді қалай қарапайым теңдеуге айналдырып аламыз, соның шешу жолдары бар.